Мынау 1,5 метрлік шнур. Осындай наушник шималанып қалса, оны жаза алмай дал болып жатамыз. Ал адамның денесіндегі қан тамырын жалғайтын болсаңыз, шамамен 100 000 шақырым қан тамыры бар екен. Бұл жер бетін 2,5 рет айналып жетуге жететін ұзындық. Бұл бір ғана адамның денесіндегі қан тамыры. Осы қан тамырлары сіздің амандығыңыз үшін шатаспай әр кез жұмыс істеп тұр. Ал ауланы суаруға арналған 10 метрлік шлангының қысылған жерін жаза алмай әлек болып жатамыз. Ал сіздің денеңіздегі 100 000 километр қан тамырымен үздіксіз тоқтамай қан ағып жатыр. Жүрек күніне 100 000 рет соғып, осы қан тамырларына үздіксіз қан айдайды. Сол жүйені қателіксіз үздіксіз жұмыс істеп тұрған кім? Әрине ол Раббымыз. Тіпті ұйықтап жатқан кезде жүрегіңіз тоқтамай соғып тұрады. Өйткені оны Алла тоқтатпайды. Біз кейде Алла тағаланың құдіретін басқа жақтан, бір алыстан іздеп жатамыз. Ол өз бойымызда. Бұл жаратушы Құдайдың құдіреті. Құдай тағаланың құдіретімен бөлісе кетіңіз.